сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәнінен 122-ші сабақ дара және күрделі сын есім тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын сын есімнің ережесін, дара және күрделі сын есімнің ережесін есімізге түсіріп алайық, иә? Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, қандай, жақсы, таза, қоңыр деген сияқты. Сын есім дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою. Ал күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ-сары, көк-ала деген сияқты. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Ендеше балалар, мына 7-ші тапсырмаға қарайық. Тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Сонан соң мәтінді түсініп оқы дейді. Әділдің арманы. Балалар, мәтін не жайлы деп ойлайсыздар? Иә, мәтін әділ деген баланың армандары жайында, иә? Ендеше мәтінді түсініп оқиық. Әділ терең ой құшағында отыр. Оның бар арманы өскенде ұшқыш болу. Бірде құс болып ұшып кеткісі келеді. Енді бірде шіркін, мен де темір құстың моторын өзіме бағындырсам деп ойлайды. Ол үшін, дейді апайы, сабақты жақсы оқу керек және спортпен шынығу міндетті шарт. Әділге бәрінен де қиын дегені сабақ оқу. Сабағын оқиын десе, қызықты ойынды кім ойнамақ? Балалар, бұл әңгімені Балдырған журналынан алған екен. Енді қалай ойлайсыздар? Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып қараңдаршы. Осы мәтінге байланысты қандай сұрақтар қоюға болады деп ойлайсыңдар? Маған аудиозаписпен жіберіңдер. Мәтінді әрі қарай өзің жалғастырып көр дейді. Балалар, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, сынып жұмысы деп 7-ші жаттығудың тақырыбын жазып, әрі қарай қалай жалғастырар едіңдер? Өздерің қысқаша жалғастырып көріңдер. Және балалар, осы мәтіннің ішіндегі сын есімдерді табамыз, дара және күрделі екенін ажыратып дәптерге жазамыз. Яғни, дара сын есімдер деп дара сын есімдерді жазамыз, күрделі сын есімдер деп қасына күрделі сын есімдерді тауып жазамыз. Келесі балалар 8-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді көшіріп жаз дейді. Балалар, нөсер жауып басылды, күннің көзі ашылды. Қызыл жасыл киімді кемпір қосақ иілді дейді. Балалар, бұл өлеңді жыл 12 ай кітабынан алған екен. Енді осы өлеңді дәптерімізге көшіріп жазғаннан кейін сын есімдерді табамыз, олардың астын сызамыз, олардың үстіне жай қаламмен дара сын есім болса дара деп жазамыз, ал күрделі сын есім болса күрделі деп жазамыз. Қарамен берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратамыз. Балалар, келесі 9-ші жаттығуға мұқият қараймыз. Бұл суреттердің ішіндегі артық затты табамыз. Және сол артық затты өз ойларыңды, артық зат жайлы өз ойларыңды түсіндіріңдер. Балалар, бұл тапсырманы ауызша орындаймыз. Бұл тапсырманы аудиозаписпен маған жіберіңдер. Келесі үй тапсырмасы. Балалар, 10-шы және 11-ші жаттығуды үй тапсырмасын аламыз. Өлеңді жадқа жазамыз. Өлеңнің ішінен күрделі сын есімнің астын сызып, өлеңдегі ақ боз ат ұшу аппаратына
жата ма дейді. Осы сұраққа жауап береміз. Және 11-ші жаттығуды орындаймыз. Ребусты дұрыс шешсеңдер, балалар, саяхатшылардың ғарыш кемесі қайда ұшып баратынын білетін боласыңдар. Ол жұлдыз қалай аталады? 10-шы және 11-ші жаттығу үй жұмысы.